Ассаламу алейкум, құрметті қыз-келіншектер. Бүгінгі видео жаңадан намаз бастағысы келіп, ниеттеніп жүргендерге арналады. Себебі мені көрген таныстарым, жақындарымның намазды бастай алмай жүрмін, қалай бастаймын деген сөздерін жиі естимін. Сондықтан жалпы әйелдер қауымына бүгін кішігірім намазға мотивация бергім келіп отыр. Құрметті көрермен, сіздерге кішкене ғана өтінішім, егер арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, видеоға лайк пен пікір қалдыра кетіңіз, сонда менің пайдалы ақпараттарымды жоғалтып алмайсыз. Намаз исламның 5 парызына кіреді. Ол жайлы Құранда Алла тағала бұйырған және пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям үмбеттеріне қалай оқу керегін үйретіп кеткен. Егер сіз намаз бастауға ниет етіп жүрсеңіз, уақыт созбай бірден намаз бастауға кеңес беремін. Жүрегіңіз тыныштық таппай, өмірден түңіліп, ісіңіз сәтсіз болып жүрсе, Алланы еске алып, барлық мәселелеріңізді Аллаға тапсырып, ештеңе уайымдамай жүрсеңіз, жүрегіңіз тыныштық табады. Ал жүрек тыныштығы үшін Алланы еске алу керек. Алланы еске алу үшін намаз оқыңыз, жолыңыз ашылады. Алла тағала намаз оқушыларды ешқашан төмен түсірмеген. Керісінше айыбын жасырып, дәрежесін көтеріп отырады. Егер намаз оқу үшін сүрелер мен дұғалар жаттау қиын деп жүрсеңіз, намазды жаттамай-ақ бастап кетуге болады. Яғни қағазға қарап тұрып оқи аласыз. Өзім де кезінде намазды солай бастағанмын және өз бетімше оқуды таң намазынан бастаған болатынмын. Басында таң намазынан бастау жеңіл болады, себебі 2 ракағаттан тұрады. Ал түнде тұру қиын десеңіз, кез келген намаздан бастай берсеңіз болады. Бірақ болашақта таң намазына тұру үшін режимді қазірден дұрыстаған жөн. Яғни таң намазына тұру үшін түсте бір ұйықтап алыңыз. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті. Түскі 5 намазынан кейін кемінде 10-15 минут ұйықтап алсаңыз және түнгі құптан намазынан кейін бірден ұйықтасаңыз, таң намазына тұру жеңіл болады. Ал намаз уақыттарына келер болсақ, әр қалада әртүрлі. Уақыттарын нақтылау үшін діни басқарманың ресми сайтынан өз қалаңыздың кестесін жүктеп алсаңыз болады. Немесе дәл осы сәжде қосымшасын жүктеп алып, өз қалаңыздың намаз уақыттарын осыдан қарай берсеңіз болады. Намаз бастарда ең алдымен ниет маңызды. Біздің намазымыз Аллаға емес, ең бірінші өзімізге керек екенін ұмытпаған жөн. Кейбір адамдар жолым болмай жүр, қарызым көп, қиналып кеттім, денсаулығым болмай кетті деп намаз бастап жатады. Ал негізі намазды бай болсаң да, жағдайың жақсы болса да парыз екенін ұмытпау керек. Намаз бастауға қорқып, тастап кетемін деген ой болса, бұл шайтани азғыру деп біліңіз. Шайтан адамды бастасаң, бірақ істей алмайсың, 200-ді боласың деген күмәнмен қорқытады. Бірақ бұл алдамшы ой. Себебі намазды тастап кету күнә. Бірақ бастамау одан да ауыр. Алла әрдайым құлын қайта-қайта құлшылыққа шақырады. Қанша рет бастағаның емес, аяғына дейін күрескенің бағаланады. Ондай кезде былай түсінуіміз керек. Намаз бізді Аллаға жақындататын ең ұлы ғибадат. Қорықпаңыз. Күнде жасаған күнәмен де, әлсіздікпен де, өміріңіздің күйімен де Алланың алдына келуге толық құқығыңыз бар. Ал жеңіл түрде қалай бастаймын деген сұраққа жауабым, басында айтып кеткенімдей, бәрін бірден емес, біртіндеп, яғни алдымен бір ғана уақыт намазбен бастаңыз және апта сайын бір уақыт қосып отырыңыз. Ең қысқа сүрелермен оқу ұят емес. Алладан намазға деген құлшынысыңызды ашу үшін дұға етіңіз. Алладан сұраңыз. Алла өзі есігін ашып, жүрекке жеңілдік береді. Өзіңізге мотивация ретінде арнайы намаз оқуға арналған әдемі киім алыңыз. Және жаңа жай намаз да намазға деген ниетіңізді ашады. Егер бір күн оқымай қалсаңыз, бәрі бітті емес, әрі қарай жалғастырыңыз. Жолда сүрінген адам тоқтаған адамнан жақсырақ. Видео пайдалы болды деген үміттемін. 5 уақыт намаз үлгісі сіздерге керек болса, пікірге жаза кетіңіз. Және қандай да бір сұрақтар болса, сұрай беріңіз. Және де видеоға лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Каусар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыз.